Мелек Жиханды атады. Мелек өкініп қашып кетеді. Барлығы жүгіріп келеді Жиханға. Хикмет пен Самет Анисаның үйіне келіп қорқытады. Аниса оларды қуып жібереді. Самет Анисаның үйін бұздырады, адамдар жібереді. Олар үйін бұзады. Сол кезде Биньямин Саметке звондайды. Жиханды атып кетті дейді. Барлығы Мелектің атқанын камерадан біледі. Жихан операция бөліміне жатқызылады. Мелек тағы өз-өзіне қол жұмсағысы келеді. Тағы да қолынан келмейді. Сумру да Жихан жатқан больницаға келеді. Барлығы Сумруды қуады. Харика айқайлап Сумрудан менің әкем кім деп сұрайды. Сумру ашуланады. Мелек полиция бөлімшесіне келеді. Кінәсін мойындағысы келеді. Бірақ сол кезде таксин келіп алып кетеді. Аниса Сумрудың киімдерін жұмысына әкеп береді. Мелек таксинге 2 қабат екенін айтады. Ол өлді деп жылайды. Таксин Жихан өлмеді дейді. Мелек бөпенді түрмеде өсіргің келмесе, барлығын айтпа дейді. Нух оянады. Мелекке звондағысы келеді, бірақ ала алмайды. Сумру үйіне келеді. Үйдің бұзылғанын көреді. Қатты жылайды. Анисаға звондайды. Ол барлығын айтады. Анисадан кешірім сұрайды. Сумру ішінен мен сенен бұлардың барлығын қайтарым аламын Самет деп жылайды. Сумру Нихаятқа келеді. Неге бұл үйде жүрсің дейді. Қатты ұрсады. Жанан да таксинге жұмыс істейді. Барлығын жеткізіп отырады. Таксинмен Мелек сөйлесіп отырады. Сені біреу көрді ме деп сұрайды. Еш нәрсе істемедім деп айт. Полиция келгенде еш нәрсе деме деп үйретеді. Сол кезде полиция келеді. Бөпен үшін еш нәрсе айтпа дейді. Нух үйіне келеді. Мелекті сұрайды. Оны полициялар алып кетті дейді. Нух Мелекке келеді. Кім істеді дейді. Мелек білмеймін дейді. Мелекті түрмеге қамайды. Жихан оянады. Нух пен Мелек түрмеде кездеседі. Сен шығасың, уайымдама дейді Нух жұбатып. Сумруға жұмысына Харика келеді. Менің әкем кім деп сұрайды. Содан кейін Сумруға Харика қызын түрмеде жатыр деп айтады. Сумру түрмеге келеді. Бірақ фамилиялар екі түрлі болып, қызын десе де оны кіргізбейді. Жихан үйіне келеді. Барлығы сот отырысында жауап жатады. Сот отырысы басталады. Барлығы келеді. Жихан сот отырысына кіріп келеді. Сізді атқан Мелек пе деп сұрайды. Ол иә дейді.